Баршаңызға сәлем, құрметті менің оқырмандарым. Және де бүгінгі біз видео сабақта 7-ші сынып бойынша алгебра пәнінен 99 жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын шығаратын боламыз. Және де сіздер 10 тест арнасындасыздар. Менің арнама қош келдіңіздер. Және де үнемі іздеуде 10 тест арнасын іздеп жүріңіздер. Алдымен оғанға дейін арнаға жазылып өтіңіз. Және де лайк басыңыз, әрі пікірге от жіберіңіз. Әрі жақындарыңызға жіберуді де ұмытпаңыз. Сіздің осыны жасауыңызды күтейін. Сіздер барлығын жасады деген ойдамын. Әлбетте қоңыраушаны басуды да ұмытып кетпеңіз. Онда біз бүгінгі сабағымызда осы бірінші нұсқаның осындай алты есебін бірге түсіндіріп, жақсылап тұрып шығаратын боламыз. Онда біз бастайық. Сіздерге ыңғайлы болу үшін шамамен осы түсті таңдайында. Осы түсті таңдап, бірінші есептен бастап бірге шығарайық. Бізде бірінші есепте айтылған екен. Айнымалының қандай мәндерінде осы x плюс 5, x квадрат минус 4 өрнегінің мағынасы бар деген. Яғни біз білеміз, егер де біздегі бөлім нөлге тең болса, онда мағынасы болмайды. Себебі белгілі бір санды нөлге бөлу ешқандай да бізге мағына бермейді. Олай болса, бізде бөлімі нөлге тең болмау керек деген қарапайым теңдеуді шығарамыз. Және де бізде бұл жерде x тең болмау керек плюс минус 2-ге. Егер де, яғни біз бұны жауабына былай жаза аламыз. Минус шексіздіктен минус 2-ге дейін бірікемді 2-ден плюс шексізге дейінгі барлық мәндерде осы өрнегіміздің бізде мағынасы болады. Енді екінші есебімізде бөлшектерді қысқарту керек. 25 x куб бөлінген 30 x квадрат. X квадратымыз мыналармен бірге қысқарып, мынаның бір дәрежесі қалады. Екеуін мына екі санды бір-біріне 5 арқылы бөлетін болсақ, осындай 6 және де 5 сандар шығып, 6-дан 5 x деген бізде өрнек шығады. Сонымен жерде ары қарай жалғастырайық. Үшінші есебімізге де келіп жеттік. Енді бір басқа түсті қолданайын. Үшінші есебімізде егер де а тең 2-ге болатын болса, және де б тең 3-ге болатын болса, онда мына тұрған 9а квадрат минус 6аб плюс б квадратты қалай шығаруға болады деген нәрсе бар. Біз бұл жерде мынадай формуланы қолданамыз. Естеріңізде бар болса, біз мынадай формуланы өткен едік осы 90-да. А минус б квадрат, а квадрат тең минус 2аб плюс б квадрат деген формуланы. Олай болса, біз бұл жерін естеміз. Біз мына жерде бірден көріп тұрмыз. Бұл 3а минус б-ның квадраты. 3а минус б номенің бір дәрежесі қысқарып кетеді. 3а минус б-ның өзі ғана қалып қалады. Сонда бізде 3-ті а-ның орнына 2-ні қоямыз. Және де минус б, 6-дан минус 3-ті азайтатын болсақ, бұнда жауабы 3 болады екен. Жауабын 3 деп жазып қоямыз. Енді келесі есепке көшсек, төртінші есебімізде бізде бөлшектерді қосу мен азайтуды орындаңдар деген екен. Бұл жерде а 2 бөлінген 3б қосылған б және де бөлімде 3б-дан 3. Бұл жерде ортақ бөлімге 3б-ны береміз. Мынаған 1, мынаған 3, 9 бен 2-ні қосатын болсақ 11. Біріншіде бізде осындай шығады екен. Ал әсінде болса, әсінде бізде 2 минус 4 минус y
минус y және де y минус 16 деген шығады. Жалпы бір қарағанда былай бір қиын секілді көрінгенімен негізі өте оңай. Бұл жерде бізде жаңағыдай формуланы еске түсіріп жіберейін. Бізде мынадай формула бар еді. А квадрат минус квадрат ол бізде а минус b және де а плюс b-ға тең. Сонда бізде y квадрат тең минус 16 4 минус керісінше болады. Y минус 4 y плюс 4-ге тең. Сонда біз бұны қалай жазамыз да? 4-ті алдында минусын шығарып тастап 4 минус y деп жазсаңыз да қате емес қой. Мінекей. Дәл осыны біз мында былай апара саламыз енді. Қараңыздар. 2 4 минус y деміздегі мына минуспен минус қосылып плюс болып кетеді. Біз білеміз себебі минус тең плюс 4 минус y 4 плюс y. Мұнда осылай 16 минус y квадрат деп жазып қоямыз. Мұнда 4 плюс y және де 8 плюс 2y плюс 4. Ой, плюс мына жерде y екен ғой. Плюс y 8 плюс 3y бөлімінде 16 минус y квадрат. Мінекей бізде осындай ғана есеп жауабы шығады. Дальше. Жүре салайықшы. Үштік. Енді дальше кеттік. 5-ші есеп келді ба? 5-ші бұл енді 4 балдық есеп екен. Бұны күшлеп тұрып түсініп алайық. Бұл жерде 12 асы квадрат. Бөлеміз. Балды. Көбейтілген. Бұл 4. 18 а квадрат с. Енді бұл 4-пен қысқартып жібереміз дағы. С-мен 1 қалады. А-мен 1 қалып, 12-ні 6-ға бөліп жібереміз 2, 18-ні 6-ға бөліп жібереміз 3. Сонда бізде не қалады өзі? Мұнда 2 қалады. 2 қалады. Бізде дальше. Бізде енді жоғарысынан бастайық, 2 бар бізде бастысы. С-мыздың біреуі бар екен. 2 с-мыз бар. Содан кейін мұнда 3-міз бар. Содан кейін а бұл квадратымыз бар. Мінекей. Бізде біріншісінде осындай болып шығады. Мынау өшпей қалыпты ғой. Енді басына көшейік. Басында бізде не деген екен? Басында бізде x минус y квадрат бөлеміз x плюс xy бөлінген 4x минус 4y және де xy плюс y квадрат деген осындай бізге берілген екен. Біз бұл жерде бірінші қадамда бізде мынандайды қолдана саламыз. X минус y-іміз тұра береді. Сыртында мынада x плюс y-іміз тұра береді. Ешқандай проблема жоқ. Бұлай көбейту болады, себебі бөлініп тұр. Бөлшектер болмасады да 4x минус y болады. Мұнда төбесінде x плюс y болады. Дұрыс па? Дұрыс. Енді біз мына жерде қысқартып жібере саламыз. Қысқартып жіберу мына жерде оңай. Қалай қысқартамыз? X плюс y кетеді, мынау да кетеді, мынаның кетіп қалып, мынаның бір дәрежесі қалады. Сонда бізде жауабында қалады x минус y және де 4x. Міне.
ары қарай бізде екіншісінде осыны бізде болды ма? Қателеспесем болу керек. Қазір бізде болды. Енді тағы да 6-шы есебіміз бар. Мына x-ге тығып да 6-ны шығарайық. Өрнекті ықшамдаңыз дейді. Өрнекті мен бүйтіп жазып алайын. Квадрат минус 2а плюс 4 дейді. 4а квадрат минус 1. Жалпы сіздердің негізі қазір бар шығар, иә? Мындай берілген, мен сондықтан оны жазбай ақ қояйыншы, бірден бастай берейін. Сіздердің уақыттарыңызды да алмас үшін. Онда біз мынаны бүйте саламыз. Бүйтеміз ғой, қараңыздар. Мына жерде 2а минус 1 қысқаша көбейту формуласы мынау бойынша квадрат минус 1 квадрат деген формула бойынша кетеді. Көбейтеміз. 2аны шығарып жібереміз. 2а плюс 1. Басында а куб плюс 8-ді біз оны бүйтіп шығара саламыз. А плюс 2 а квадрат минус 2а плюс 4. Сонда бізде былай болады. Қыз достар. 2 бұл мында бізде плюс қой. 2а плюс 1 мен 2а плюс 1 кетеді. Мынау мен мынау кетеді. Сол кезде бізде шығады а 2а минус 1 міне барлығы кетіп қалды. Получается, да? Онда біз қараңыздар, бүйте саламыз онда. Негізі ары қарай барлығы оңай негізі. Шығарып көрсетейін, иә, бірақ бәрібір де 2а минус 1, мына жақта біздің а плюс 2-міз қалды. Екіншіміз. Екінші қадамда біз осы а 2а минус 1-ді аламыз. А плюс 2-мізді міндетті түрде алып аламыз. Содан кейін а минус 1-міз берілгеніміздегі осылай жасап аламыз. Кейін оны ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімде не болады? Ортақ бөлімде 2а минус 1 а плюс 2. Және де бізде мына жақта не жоқ? А жоқ. Мына жақта а плюс 2 жоқ. А квадрат минус а плюс 2 квадрат шығады. Мына жерде байқасаңыздар, қайтадан бағанағы мұндағы айтқан мына формулаға келіп тұр. Мына формулаға. Көрдіңіздер ғой, иә? Тура енді соны келтіреміз. Қалай келтіреміз? Міне, минус 2. Бірінші азайтып алып жатырмын. Содан кейін а плюс 2. Осылай болып шығады. Сонда мынау мен мынау кетіп қалады. Минус 2 шығады. Мұнда 2а. Минус 2а плюс 2. Және де астында 2а минус 1 а плюс 2 шығады. Енді біз ары қарай үшінші қадамда не істейміз? Бұл жерде дәл солай, мына жерде екінші шығарып жібереміз, да? Екінші шығарып жібереміз. Содан кейін минус 4а плюс 1. Содан кейін а минус 1 а плюс 2. Көбейтеміз ар жақта тұрған. Тұр ғой бізде а квадрат плюс 2а 4 деп ше. Бірақ та біз оны қайтадан аударып жібереміз, да? Кері қарай. А плюс 2 деп жазып аламыз. Содан кейін 4 деп жазып аламыз. Енді а плюс 2-лермен бірге қысқарады. 4-пен қысқарады, да. Жауабында бізде минус а. Бізде а қысқарып кетеді ғой еще, да? Байқамай қалыппыз ғой. А мен а да қысқарып кетеді. Содан кейін минус а плюс 1, 2а минус 1 шығады, да. Енді төртіншіге қарай кеттік.
Төртіншіде бізде былай болады. Осы а плюс бірімізді алып аламыз да. Бізде мынадай ереже бар. Білетін болсаңыздар, минус а бөлінген б ол тең болады минус б бөлінген а және де минус а бөлінген б. Дәл осы ережені осында қолданамыз да, мына минусты астына кетіріп жібереміз. Сонда 1 минус 2 а пайда болады. Содан кейін ар жақта тұрған уже бүйтіп шығарамыз. Так, бізде жаңа 2а минус 1 болып тұрды, уже? Понятно. Да. Былай болды ғой бізде. Қараңыздар, 2а плюс 1 болды. Содан кейін а, 2а минус 1, а плюс 2 мен кетіп қалған соң, минус жоғарында қалып, бірден өзі шығарып алдық. Содан кейін мына жақтағы а плюс 4-імізді алып келеміз. Содан кейін 3 минус 6а 3. Ол жерде 1 минус 2а болып тұр. Бірақ анда 3 бар. Содан кейін енді 3, 1 минус 2аны аламыз, 3 дейміз. Содан кейін 3а плюс 3 минус а минус 4 дейміз дағы. 2а минус 1. Енді былай істейміз. Мына минусты алдына шығарып жібереміз дағы. 2а минус 1. Содан кейін жауабында бізде минус 3-1 шығады. Жауабы минус 3-1. Сау болыңыздар.